Қазір білікті мықты адамдар бар. Анау сенатта отқан, медианың биігінде жүрген, ғалым, ғұлама. Бірақ олардың көбі қоғамдық талқыдан, комментарийда жаманатты болудан қорқады. Сондықтан ол жаққа шығып дұрыс сөз айтпайды. Сондықтан ниеті дұрыс емес. Қоғамға жанашмайтын адамдар белсенді болып мінберге шығып кеткендіктен қоғамға шатасып қалды. Мысалға мен мықтылығымнан емес, сол қазақты жақсы көргеннен осы медиа кеңістікте жүрмін. Таяқ жесем де, неше түрлі жала жабылса да, комментарийларда талқылап, мен боқтап жатса да жүрем. Неге жүрем? Білесіз ба? Себебі таяқ жесе де біреулер сол жүкті көтеріп жүру керек. Өйткені кеше Ахмет Байтұрсыновтар түрмеде отырса да осы ұлттың жоғын түгендеп кетті. Біз ондай жағдайда отырған жоқпыз ғой енді. Біз тыныштық замандамыз. Ең болмаса комментарийда таяқ жеп болса да осы ұлттың қамына қызмет жасап кетейікші деп жүрміз да. Өкінішке орай біздің көптеген зиялы қауымның адамдары халықтың алдына шығып бір дұрыс сөзді айтудан қашады, қорқады. Себебі бастап талайтынын біледі да. Одан да тыныш отырайын дейді. Сондықтан мына жаман адамдардың, тексіз адамдардың көсемсігенінен емес көбінде, текті парасатты адамдардың белсенді болмағанынан қоғам бұзылады.